Луқа жазбасы 13-ші тарауда бір оқиғадан соң Исаның айтқан астарлы әңгімесін көреміз. Бүгін біз екі оқиға көрінісіне қарайық. Біріншісі, мәжілісханада демалыс күні болған оқиға. Сол жерде Иса Құдай сөзін үйретті. Оның сөзін тыңдауға отырған адамдар арасында 18 жылдан бері ауырып жүрген бір әйел болды. Сол әйел бүкірейіп қалып, денесін тік ұстай алмайтын. Иса сол әйелге көзі түсіп, «Замандас, енді ауруыңыздан құтыласыз» деп, әйелдің үстіне қолын қойды. Әйел сол сәттақ бойын жазып түрегеліп, Құдайға мақтау айтады. Мәжілісхана жетекшісі Исаның ауруды демалыс күні емдегеніне ашуланды. Әйтсе де Иса демалыс күні болса да, 18 жылдан бері шайтан байлап тастаған адамды босату дұрыс деді. Соны естіп тұрған адамдар оның жасаған кереметтеріне қатты қуанды. Иса оларға қарап, Құдай патшалығын есін алды. Құдай патшалығын не нәрсеге ұқсас деп сұраған соң, Иса екі әңгіме айтып берді. Біріншісі, өз бақшасына тұқым еккен адам туралы әңгіме. Адамдар әдетте бақшасына әдемі гүл немесе ағаш егеді. Исаның астарлы әңгімесіндегі адам қыша, яғни горчица дәні егіпті. Қыша дәні әртүрлі дәндер арасындағы ең кішкентайы. Бірақ сол дән биік болып өсіп шықты дейді. Иса айтқан тұқым себу туралы әңгімеде сендердің естеріңде бар ма? Сол әңгімеде Иса кейбір тұқымдар өспей қалды. Ал басқа тұқымдар құнарлы жерге егіліп, 30 есе, 60 есе, 100 есе өнім берді делінген. Жаңағы бақшада егілген қыша дәні қаншама өнім бергенін біле алмаймыз. Иса тек биік бұтаға айналды дейді. Шынымен қыша қаншама биік болса да, бұта болатынындай биік болмайды. Ал бұтадай биік болған қыша дәнімен не болғанын білесіңдер ме? Оның бұтақтарына құстар ұшып келіп паналайды дейді. Құдай патшалығы бір кішкентай тұқым өсіп, қалай болатынын білмеумен ұқсас. Кейде өнім алу үшін тұқым егеді. Бірақ сол тұқым құстар ұшып келіп паналайтын бұта сияқты өсуі де мүмкін. Әрі қарай Иса тағы басқа әңгіме де айтады. Құдай патшалығы бір әйелдің ұнға аздаған ашытқы қосуына ұқсас делінген. Нан пісіргенде ұнға ашытқы қосса, қамыр көтеріледі. Сол қамыр қандай нан болатынын білмейміз. Бірақ көтерілген қамырдан әр түрлі нан пісіре аламыз. Мәжілісханада кездескен сол әйел адамдардың көзіне қыша дәнін немесе ашытқы сияқты бейшара боп көрінеді. Әйтсе де Құдай патшалығында сол әйел қыша дәні сияқты құстар паналайтындай болуы да мүмкін. Сондай-ақ ашытқы сияқты қамырды көтеруі де мүмкін. Біздің әр қайсымыздың бойымызда Құдай еккен қыша дәні, ашытқы сияқты жаңа нәрсені жасауға деген мүмкіндік пен үміт бар. Құдай патшалығы күтпеген нәрселерге толған әлем екен.